Сәлеметсіздер ме достар? Бүгін біз сіздермен балалар сүйіп жейтін үй жағдайында өте дәмді әрі ешқандай қоспасыз сырокты бірге дайындаймыз. Қараңыздаршы, қандай әдемі болып шыққан. Ол үшін каналдан алыстамай, тіркелмеген болсаңыз міндетті түрде подписаться батырмасын басып, видеоларымды жіберіп алмас үшін жанындағы қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге 1,5 Қазақстан шоколады қажет болады. Басқа да шоколадты қолдансаңыздар болады, бірақ міндетті түрде сапалысын таңдаңыздар. Мен алғашында осылай бір шоколадты пайдаландым, кейін жетпегенсін тағы да жартысын қостым. Осыған шамамен 2 ас қасық сұйық майды қосып, су моншасында ерітеміз. Осындай кекстің ыдыстары қажет болады. Мінекей шоколадымыз еріп шықты, және бірден осындай кекстің ыдыстарына шай қасықпен 2 қасықтан құйып, ішіне осылай дөңгелете, барлық жеріне тигізіп, шоколадымызды жағып шығамыз. Кекстің ыдысы шарт емес, кез келген өзіңізге ұнаған формаға жасай берсеңіздер болады, немесе сықпа құрт секілді ірімшігіңізді сығып, үстіне шоколадты құйып, шоколад түрінде де жасасаңыз болады. Видеода көргеніңізде артық шоколадты құйып тастаймыз және 10 минутқа дәл осы күйінде мұздатқышқа саламыз. Оған дейін салмасын дайындайтын боламыз. Салмасына қажетті басты ингредиент ірімшік. Менде қолдың ірімшігі, кез келген пастообразный дүкеннің ірімшігін пайдалансаңыздар да болады. Ірімшіктің үстіне бөлме температурасындағы сары май және аздаған ванилин немесе ванильный сахарды қоссаңыздар болады. Менде бұл жерде қолдың ірімшігі, сондықтан мен блендерлеймін. Кез келген дүкеннің пастообразный дәмді ванильді ірімшігін пайдалансаңыздар болады. Мен дәміне қарай мед және аздаған қант салдым. Біздің жаңағы шоколадты массамыз қатты, енді үстіне тағы да дәл солай 2 шай қасықтан құйып, жан-жағына тағы да осылай айналдыра жағып шығамыз. Сол кезде біздің шоколадымыз формасы сынып кетпей, жақсы ұстап тұрады. Тағы да барлығына жағып болған соң 10 минутқа мұздатқышқа саламыз. Және де мен қалған шоколадымды ерітіп алдым. 10 минут уақыт өткен соң біздің формамыз осылай шоколадымыз қатады және үстіне толтыра біздің ірімшікті массамызды салып шығамыз. Және міндетті түрде тегістеңіздер, себебі бетіне тағы да шоколад құятын боламыз. Барлығына да осылайша салып шығамыз. Менде 7-еуіне жетті салмасы. Енді жаңағы ерітілген шоколадымызды үстіне 2 шай қасықтан құйып, жақсылап тигізіп, барлық жеріне жауып тұратындай жағып шығамыз. Тоңазытқышқа өз формасын жақсы ұстау үшін мұздатқышқа 1 сағатқа жібереміз. 1 сағат уақыт өткеннен соң біз формадан ажыратып аламыз. Өте оңай шешіледі. Мінекей, қараңыздар қандай әдемі болып шықты. Мінекей, осымен біздің сыроктарымыз дайын. Сіздерге де міндетті түрде жасауға кеңес беремін. Осылайша жасап, өз балаларыңызды қуантыңыздар. Бізде бір жасағаннан бірден желініп кетті. Өте дәмді. Назарларыңызға көп рахмет. Видеом пайдалы болып жатса, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен көптеген видеолармен бөлісемін.